адамды екі өмірде кедей қылатын мәселе бұл. Жалқаулық. Жалқаулықтың алдында не тұрады? Ұйқы тұрады екен. Ұйқыбастық бар ғой. Ұйқыбастықтың алдында көп тамақ жеу тұрады екен. Адам көп тамақ жеген кезде көп анда не бөлінеді екен. Мидағы нелер асқазанға бөлінеді де, қорыту керек қой мына жақтан. Сол кезде адам маужырай бастайды екен. Маужырап ұйқысы келе береді, есіней береді. Еш нәрсеге бір барғысы келмейді, жұмысқа неткісі келмейді. Бара салшы, ана айта салшы. Мен бүгін ауырып жатыр деп айта салшы. Оның ойының бәрі не? Бар ұйықтағысы келеді. Ұйықтай берген адам не болады дейді? Жалқау болады дейді. Ал ұйықтай берген адамды шариғатымыз айтады, ол адам ақырет, яғни ең кедей адам сол ұйқыбас деген. Мына өмірде де, ана өмірде де. Қиямет ең кедей кім осы десе, ұйқыбас жалқаулар деп айтқан.